Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ляззат. Мен бүгін сіздерге оңай жолмен томат пастасын дайындауды көрсететін боламын. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей мен өзіме қажетті қызанақты жуып тазалап алдым. Енді оны осылай кішкене бөліктерге бөлетін боламыз. Блендердің көмегімен езіп алатын боламын. Егер де сіздерде блендер болмай ет тартқыш болатын болса, ет тартқыштан да өткізе берсеңіздер болады. Барлығын жақсылап езіп алғаннан кейін қызанақтың соғын бөлек сүзіп алатын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей осындай сүзгіш арқылы соғын бөлек, дәнегін бөлек алатын боламыз. Бұл томат пастасы дүкендегіден де ешқандай айырмашылығы болмайды, керісінше өте дәмді болып шығады. Мінекей барлығын сүзіп алдым. Енді оны баяу отта қайнататын боламыз. Ал бөлек алынған дәнегін тамаққа қоссаңыздар болады. Яғни бұны да пайдалануға болады. Оттың астын қатты қоймаңыздар, баяу отта қайнатсаңыздар, жайлап қоюланып томатқа айналады. Негізінде ұзағырақ қайнайды, кемінде 2 сағаттай қайнатамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қоюланып, әдемі түске енуде. Оған аздап тұзымызды қосып қайнатамыз да, одан соң стерилденген банкамызға барлығын құйып шығамыз. Енді қақпағына уксус құйып, банкамызды жауып тастаймыз. Осындай оңай жолмен сіздерде томат пастасын дайындап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Өте керемет, өте қою, жақсы болып шықты. Жаздың күні осылайша қысқа дайындап қойсаңыздар болады. Ас болсын достар.